Академия арнасы. Мың 926 жылы, яғни осыдан 100 жыл бұрын Баку қаласында өткен тұңғыш түркологтар съезі тарихы мен тағдыры ортақ тілдес халықтардың 20 ғасырдағы ғылыми, мәдени өмірінде айрықша орын алатын оқиға. Аталған съездің мән-маңызын талдап талқылау мақсатында осы тарихи оқиға төңірегінде ғалымдардан сұхбат алуды жөн көрдік. Жалпы бұндай үлкен тарихи оқиғаны ұйымдастырған кім деген сұрақ болады ғой. Сол ұйымдастырушы адам ол 1924 жылы Самойлович деген шығыстанушы ғалым. Ол кісіні жалпы ғылыми қауым түркі танушылар жақсы біледі. Қазақстанның жаңағы ғылым академиясының филиалының төрағасы болған кісі. Сол кісі ұсыныс айтады. Яғни түркі халықтарының осында үлкен бүкіл одақтық түркологиялық съезін шақырайық деп. Және ол съезге барлық түркі халықтарынан басқасын қосқанда 100-ден астам делегат шақыру керек, және бұл бас қосу 15 күн болу керек дейді. Сөйтіп 24 жылы айтылады, бірақ ол талқылана кеп 2 жылдан кейін осы жүзеге асады ғой. Оның Баку қаласында өтуінің өзіндік себептері бар. Себебі осы латын жазуына көшеміз деген мәселені әлі революция болмай тұрып патша үкіметінің тұсында Мирзафат-Али Ахунды бастаған еді. Сондықтан ол идеяны кейін Ленинге айтады. Әзірбайжанның қайраткерлері соның нәтижесінде Ленин оларға жаңа әліпби комитетін ашып берді. Сөйтіп латын жазуын басқа түркі халықтары қолдасын қолдамасын шешім қабылданып қойды. Бұл жерде съездің болуы бұл жай ғана шарттылық. Қазақстаннан 5 қазақ қатысқан. 4-еуі Алматыдан барған, 1-еуі Москвадан шақырылған. Ахмет Байтұрсынұлы, Біләл Сүлейіп, Елдес Омарұлы, Азиз Байсейітов. Және Москвадан шақырған Нәзір Төреқұлов. Міне, Байтұрсынұлы көрді. Нәзір Төреқұлов. Ар жағында міне, мынаның ар жағында Елдес Омарұлы тұр. Мына жерде осының жанында мына ғой деймін, кім Әміре Қашаубаев, бәрі-бірге сөйлесіп тұрған жер ғой. Мына конференцияның негізгі тақырыбы ұлттық жазу жасау болған. Негізгі тақырыбының бірі ұлттық жазу жасау болған. Соған бұлар қол көтеріп пәтуа шығарған. Қазақстаннан Елдес Омаров барады, Азиз Байсейітов барады, Біләл Сүлейіп барады, және Қазақстан емес Түркияның жіберуімен Ахмет Байтұрсынұлы барады. Бұл жерде шыны керек Ахмет Байтұрсынұлы мен Елдес Омаров керемет қылып сөйлейді, бірақ ол кісілерге съезде дұрыстап сөйлеуге мүмкіндік бермейді. Ана стенографический отчет деген бар, интернетте әлі дейін бар сақталған. Сол жерден қарасаңыздар, қалай Ахмет Байтұрсынұлы сөйлейді, сөзін бастаған бойдан төраға қоңырауын шылдырлатумен болады. Бірақ Байтұрсынұлы өзінің ойын өте жүйелі түрде керемет қылып жеткізеді. Ол неде емле мәселелер арнайы сөз болады, пән атаулар арнайы сөз болады. Сол ана тілін оқыту мәселесі сөз болады, әліпби мәселесі сөз болады. Конференцияның тақырыптары терминология, оқыту, жазу, орфография деп бөлінеді. Сол бөлінген әрбір комиссияда міндетті түрде Байтұрсынов комиссиясының мүшесі болады, және 8 күнде 15 отырыс болады. 15 отырыс таңертең сағат 9-да басталады, кешкі 9-да аяқталады. Яғни 12 сағат бойы үзбей талқылау, баяндау және пікірталас жүреді. Съезден келгеннен кейін Ахмет Байтұрсынұлы түрікшілер құрылтай атты мақала жазды. Мұнда съезд туралы құрылтай қарауына арналған 14 басты мәселе еді. Соның әрбірінен 4-5
хатта 8-9 баяндамалар жасалды. Бірақ мәселе көп болғанымен, құрылтай шақырушылардың көбінесе көздегені латын қарпі екендігін құрылтай ашушылардың да, үкімет тарапынан құттықтаушылардың да сөзінен көрініп тұрды. Солай болған соң қаріпке қатысы бар мәселелерге көбірек зер салынып, солар көбірек талқыға түсіп, басқалары ат үстінен айта өткен сияқты болды деп негізгі 14 мәселені тізбектеп көрсетеді. Мақаланың қысқаша мазмұнына тоқталатын болсақ, бірінші түрікшілер құрылтайы 1926 жылғы 26 ақпанда басталып, 6 наурызда аяқталған. Құрылтайға түрік нәсілді халықтардың көпшілігі қатысып, бұрын жүзбе-жүз кездеспеген халық өкілдері алғаш рет бас қосқан. Қаралған 14 негізгі мәселенің ішінде ең көп талқыланғаны әліпби, қаріп мәселесі болған. Құрылтай ұйымдастырушыларының басты мақсаты латын қарпіне көшу екені ашық байқалған. Көтерілген мәселелер емле, пән сөз, әліпби, ана тілін оқыту әдісі туралы еді. Бұл төңірегінде ғалымдардың пікіріне де назар аударайық. Осы жерде әліпбиге байланысты 7 баяндама болады. Соның ішінде Жирков баяндама жасайды, Яковлев баяндама жасайды. Олар латынды жақтайды, жаңағыдай араб жазуының қандай да бір нақты кемшілігін айтып көрсете алмайды, бірақ бүкіл әлем латынға көшіп жатыр. Тура қазіргі айтылып отқан нәрсе ғой. Кейін араб жазуын жақтап сөйлегендер Ахмет Байтұрсынов болады, Елдес Омар болады. Одан бөлек мынау араб жазуын жақтап сөйлеген әсіресе татар ғалымдар керемет сөйлейді. Бұл жерде Ахмет Байтұрсынов да, сол кездегі бәрі де, Шарапұлы Әлімжан өте керемет сөйлейді. Сонда Шарапұлы Әлімжан толығымен дәлелдейді. Латын жазуының қажет еместігін, араб жазуының артықшылығын, барлығын керемет қылып дәлелдейді. Бірақ одан бөлек Алпарұлы да баяндама жасайды, бірақ олардың баяндамасын көпшілік оны керек қылып отқан жоқ. Себебі ол жердегі мақсат барлығы да түсінікті болады, ол латын жазуына көшіру. Ахмет Байтұрсынов өзі баяндама жасаған кезде айтады, біз жазуымызды реформалап алғанбыз, өзгертіп алғанбыз. Біз әліпби дегеніміздің өзі ол таңбалардың жұмағы. Әліпбидің қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс деген кезде біздер үйретуге қайсысы ыңғайлы, жазуға қайсысы ыңғайлы, оқуға қайсысы ыңғайлы, баспаға қайсысы ыңғайлы, өнер құралдарына қайсысы ыңғайлы, сол жағынан қарауымыз керек. Сосын көз шалымға қайсысы ыңғайлы. Көз шалымға дегенде ол арнайы кәдімгі тақтаға жазып көрсетеді, міне былай болса тез оқыла ма, былай болса тез оқыла ма деп, таяқшылармен. Бірақ тыңдаушыларға оның қажет жоқ. Олар бәрі де тыңдаушылардың бәрі де түсініп отыр, және сол съездің өзінде айтады, ең керемет жазу қазақтың жазуы дейді. Бірақ ол жерде түрік халықтарын бақытқа жеткізейін деп отырған ешкім жоқ, сондықтан Әзірбайжан жазуына, латын жазуына көшеміз дейді. Ұлттық жазу жасау үшін мына араб графикасы жарамайды, сондықтан латынға өту керек деп шешкен. Соған Байтұрсынұлы таң қалады, келгеннен кейін мынандай нәрсе жазады. Бұлар біздің мына ортақ жазуды, бүкіл түркілер қолданып жүрген, құрметілеу, ғиззәтілеу деп жазатын ортақ жазуды күресінге тастағанымызға білмейді екен. Біз араб әліпбиімен ақ, араб таңбасымен ақ өзіміздің ұлттық қазақ жазуын жасап алғанымыздан хабарсыз екен. Бұлар ұлттық жазу үшін ұлттық жазуды араб таңбасымен жасауға болмайды екен, сондықтан латын таңбасына өтеміз деп жатыр екен деп келеді, таңғалып келеді. 26 жылғы бас қосу бұл түркі жұртының латын мен арабтың қайсысын немесе кирилл жазуының қайсысын таңдаймыз деген жолда оны бір бағытқа салайын деген сол басты мақсат етіп алынған жиын еді. Сол құрылтайдан бізде қазір стенографиялық жазба ғана бар. Сонан кейін Байтұрсыновтың сол жиыннан келгеннен кейін жариялаған шағын мақаласы бар. Осы екеуінен басқа бір дұрыс нақты дерек жоқ. Бірақ дегенмен де бұның өзіне шүкіршілік. Мысалы стенограмма тура сол жиынды айна қатесіз жазбаға түсірген стенограмма. Жаңағы сөйленген баяндамаларда мысалы Байтұрсынұлына академик Щерба
өзінің бір кішкентай сөйлеген сөзінде 13 рет сілтеме жасайды. Яковлев 30 рет сілтеме жасайды. Жирков 19 рет. Чобанзаде деген Әзербайжанның ғалымы 33 рет. Самойловичтің өзі 24 рет баяндамаларында сілтеме жасайды. Сілтеме жасау деген не? Байтұрсыновтың айтқандай, Байтұрсынов жасап жатқан. Яғни сөздерінде, ең атақты деген академиктердің сөздерінде міндет түрде Байтұрсыновтың әліпбиі, Байтұрсыновтың ұстанымы, оның төте жазуы туралы әңгіме болған. Сонда қарап отырсақ, бұл жиын Байтұрсыновтың әліпбиі ме, әлде прогрессшіл латын жазуы ма? Осы екеуінің біреуін таңдайық болашаққа деген бағытта болған деп мен ойлаймын. Ахмет Байтұрсынұлының бұл жиынға қатысқандағы негізгі мақсаты өзі кезінде 1912 жылы түзген төте жазуды түркі жұртына ортақ жазу жасау болды. Өкінішке қарай өздеріңіз білесіздер, түркі съезінде Ахмет Байтұрсынұлы бір дауысқа кем шығып, латын жазуы алға озғанын. Бұл жердегі тарихи мәселе не деп қарастыратын болсаңыз, ең өкініштісі түркі ғалымдары ішінде Поливановтың кемелденген жазу енді түзетуді қажет етпейтін деп мойындалған жазуды басқа ағайын бауыр жұртшылыққа мойындаталмауында еді. Бұл түркі тарихындағы бұл құрылтай ғылыми әлеуеті және саяси әлеуеті қарастырған мәселесі жағынан бұл бүгінге дейін ондай құрылтай өткен жоқ. Өте сондай маңызды түркі тарихында, бірақ бұның салдары сол салмағына қарай салдары да өте ауыр болды. Неге десеңіз, 1000 жылдық тарихы бар араб графикасынан ажырадық біз. Екіншіден, бұл әрине бұған ғалымдар бастамашы болған, шын мәнінде. Өйткені оны айта келсек, әлі мәселесі көп. Араб жазуының көптеген қиындықтары бұған себеп болған, латын әліпбиіне көшуге себеп болған. Және сол саяси мақсаттарға сәйкес келгенде саясат оны жақсы пайдаланып кеткен. Мен бұны ұдайы айтып жүрмін. Бұл тек қана биліктің ұдайы жоспарлауымен, халықты адастырумен болған жоқ. Оған егер дәл солай болса, 131 зиялының ішінде ең болмағанда бір оны білмей қалмас еді ғой. Негіз шын мәнінде өзінің қалауы болды. Түркі халықтардың, әсіресе әзербайжандардың мына араб әліпбиі ежелден қолданып келе жатқан және харакаттар жазылып келетін сол әліпби жүйесінен олар құтыла алмаған, оның қиындықтарынан құтыла алмаған. Оны Байтұрсынұлы реформа жасаған. Біз одан шешіп алғанбыз, олар шеше алмай қалған. Сонымен латын әліпбиіне көшу қажет. Мынадан қиындықтан құтылудың бір жол латын әліпбиіне көшу керек деген оларда сондай идея болған. Бұл идея тұрғысынан дұрыс еді әрине, бірақ оны саяси жүйе өзінің мақсатына пайдаланды. Неге? Қандай мақсаты? Бірінші, оларды діннен, түркі халықтарын діннен ажырату керек болды ғой. Оған сол ыңғайлы болды. Түркі халықтарын діннен ажырату мына Кеңес одағының саяси мақсаттарына сәйкес келетін жаңа буынды тәрбиелеу үшін олардан діннен ажырату керек болды. Жалпы интернеттен бұл бірінші түркологиялық құрылтай туралы анық болмаған видеолар тараған. Интернетте бар, Әзербайжан тілінде, Әзербайжан дерек көздерінде. Мен бұны бұрында 2014 жылдан бері осы интернет желісі арқылы білетімін, бірақ оған баруға мүмкіндік болмай жүрген. 2022 жылы мемлекеттік грант ұтып алғанбыз. Ахмет Байтұрсынұлының жазу реформасы, теориясы және тәжірибесі деген менің жетекшілігімде. Соның нәтижесінде біз іссапарларға Бакуге барғанбыз. Менің түпкілікті мақсатым Ахмет Байтұрсынның тірі дауысын табу еді. Бакуден сондай тірі дауыс табылады деген сондай үмітім болған. Нәтижесінде біз алғаш рет сол архивке бардық. Және сол архивтен осы видеоны тауып, түпнұсқасын көріп, және ол жерден Ахмет Байтұрсынның 7 рет көрініс табатын бейнесін анықтадық. Қасымда Әрлен деген, Әрлен Сейітбатқал, жас маман, анамаст болашағынан көп үміт күттіретін жас маман болды. Сол екеуміз бірге барып тауып алып келген болатынбыз. Ахмет Байтұрсынұлының музей үйінің төрінен
жәдігер ретінде орын алған осы тарихи кезеңді біз ұлт жазуы ұлық іс деген тақырыппен сол кезеңді толық көрсетуге тырыстық. Осы жерде Ахметтің айтқан сөзіне аса бір мән беретін болсаңыздар, тіл адамдық белгісінің зоры, жұмсайтын қаруының бірі дейді. Біздің заманымыз жазу заманы. Жазу мен сөйлесу, ауызбен сөйлесуден артық дәрежеге жеткен заман дейді. Әрине осы заманауи форматтың өзіне салып берген Ахметтің төте жазуы ұлттық тініміздің нағыз діңгегі екені рас. Сол себепті де сол кезеңді бүгінгі өскелең ұрпақ түсінсін деген мақсатта төрімізде өзгелерге өнеге етіп ұсынамыз. Қорыта айтқанда, 1926 жылғы Бакуде өткен тұңғыш түркологтер құрылтайы санамызда мәңгі сақталған естелік. Ол халықпен бірге өмір сүріп келе жатқан идеялар тізбегі, түркі халықтарының ортақ тілі, ортақ жадты сақтауға ұмтылысы әлі де өзекті. Бұл тарихи жиын ғылымның, ой еркіндігінің және рухани бірліктің рәмізі. Уақыт қанша өтсе де оның мәні кемімейді.